Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қайырлы күн, күндеріңіз жақсы өтсін. Бүгін күн тамаша болып тұр екен. Сонымен бүгін біздің өзіміздің айтатын бүгінгі тақырыбымыз қазақ тілі. Қазақ тілінен айтудан жалықпаймыз және айтып отыра береміз, айтып жүре береміз. Толығымен барлығы қазақша сөйлемейінше. Дүние жүзінде бір мемлекет жоқ бүйтіп біздік сияқты, Қазақстан сияқты орысша сөйлеп, басқа тілде сөйлейтін, өзінің тілін менсінбейтін ел жоқ. Тек біздің Қазақстанымызда ғана. Сондықтан ағайындар, мен мана айтайын дегенім, қазір Құдайға шүкір негізі жоқ демеу керек. Жалпы қазақ тілін үйреніп жатыр ақырындап адамдарымыз, азаматтарымыз, Қазақстан азаматтары. Соны осы орайда айтайын дегенім, кеше нәрген мәжіліс сенат жиналысы отырысы өткеннен кейін бір журналист бауырымыз өзінің несінде YouTube арнада бауырымыз сол жаңағы мәжілісте орысша сөйлеп, сол бір кісілерге орысша сұрақ қойып жатқан нелерін көрсетіп, соның артына сол жаңағы адамдардан депутат елмен, депутат еркектен сұраған болатын, қазақша не сөйлемейсіздер және оны жаттауға не түрткі болды деген сияқты. Сол жаңағы кісілер айтып отқаны, енді ешқандай мәжбүрлік болған жоқ, ешқандай талап болған жоқ, бірақ жаттауға ниетім бар деп жатыр. Бірақ негізгі мәселе бұл ғана емес. Айтайын дегенім, сөйтіп бізге қай ұлт болсын, Қазақстан тұрғыны азамат болғаннан кейін қазақша сөйлеуді сөйтіп талап ете беруіміз керекпіз. Құдайға шүкір, сен орнынан қозғалып десек те болады. Осылай айта берген сайын адамдар ақырындап қазақ тілінде сөйлеуге қолға алатын болады. Бүгін тағы да бір жағдай, өзім жаңағыдай тағы да бір қосымша жұмысымда Астанада, мен қазір Астана қаласындамын. Сонда қосымша жұмысымда коллективіме жаңадан келдім. Ол жердегі коллективтағы кісілердің көбісі демеймін, керісінше көбісі қазақтарда, ал ішінде 2-3 адам орыс. Соған бола басқалар бәрі орысша сөйлейді. Мен принципиалды түрде сол жерде бәрімен қазақша сөйлей бастадым. Бұлай бәрі сөйлейді қазақ, бірақ 2-3 орыс адамға байланысты бәрі сол орысша тілде сөйлеп жатыр. Сон бірақсында жаңағы менімен сөйлесіп, орыс бір кісімен сөйлескен кезде, ол кісілерге менден қазақша жауап қайтардым, қазақша олардан сұрадым. Сон маған айтады, сен мен не понимаю дейді, я не понимаю дейді, маған орысша айт дейді, маған орысша айт. Мен айттым, мен түсінем, бірақ орысша айтпаймын дедім. Орысша айтқым келмейді. Соңген өзінен сұрадым, мен мысалы өзім жасыммен бірге салыстырғанда 30 жыл бойы, сіз жалпы енді сонда өмір бақи Қазақстанда тұрасыз қой, неге сіз не түрткі болды орысша қазақша жаттамауға десем, нет, я не понимаю дейді. Мен де айттым, ондай болса, мен де сіз жаңағы қазақша орысша сөйлегім келіп тұрған жоқ деп айтып түсіндірдім. Бірақ та солай екен деп, бірақсында бір қазақ қыз әйелі кеп маған айтып жатыр, жалпы бұл коллектив қой, бұл жерде шама келгенше өйтіп нетпей ақ қой деп. Мен түсінем оның бәрін, иә, түсінем, білем. Бірақ та мен арасына сөйтіп қазақшамды тықпалай отырып, сол жердің бәрін қазақша сөйлетуім керекпін. Жалпы айтқанда, қалайық, қазағым, өзімізден бастайық, ағайындар, өзімізден бастап, ешкіммен ұрыспай, керіспей, бейбіт түрде қазақша талап ету керек, қазақша сөйлесу керек, қазақша сөйлей беру керек, жалпы ұялмау керек, болды. Бір Алладан басқа ешкімнен қорықпау керек. Ал бір Алладан басқа қорықты ма адам, Аллах тағала басқа нәрсені барлығынан қорқақ қылып жасап қояды. Сондықтан адамдар, бауырлар, тек қана Аллахтан ғана қорқу керек. Түсінген, әрине ешқандай күш көрсетушілікке, жаңағыдай сорақылыққа бармау керек, бәрін бейбіт түрде істеуге тырысу керек. Ол әйел маған орысша түсіндіріп жаңағыдай айтты, мен деген просто я не понимаю твой язык,
я не знаю твой язык деп. Сол сияқты ана адамның өзінің айласын өзіне істеу, яғни өз адамның өз тілінде сөйлесіңдер деген. Өз тілінде, яғни өз тілінде болғанда қай мағынада өзіне сондай қарым-қатынас жасаңдар деген. Сондықтан бейбіт түрмен оларға түсіндіріп, ешқандай жауласпай, ұрыспай, керіспей түсіндіріп айту керек болды. Қазақша сөйлеймін, бірақ та орысша сөйлегім келіп тұрған жоқ деп түсіндіріп айттым. Ешқандай ренжіс болмасын. Жарайды, қазағым халқым, аман есен сау болыңыздар. Келесі кездескенше.